Депрессиямен ауыратын адамды бірден танып білуге болады. Ондай адамдар бірден салмақ тастайды, жүдеу көрінеді, өз сырт келбеттеріне ешқандай көңіл бөлмейді, шаштарында тарамауы да мүмкін, түрі жүдеу көрінеді, көзінде оты болмайды, былай қарағанда. Ешқандай көз жанары бір жанып тұрмайды адамды. Көбісі ұялады, особенно біздің менталитет. Қазақтар көбінесе ұялып, жасырып, сондайды бір ұят санайды. Мен бір жаңағы дәрігер емес, бір оның туысқан ретінде бір айтып баратындай біреуге, вот солай сезінеді. Жасырма деген бар ғой. Сенбейді. Сәлем достар, денсаулық каналында кезекті сұхбат. Бүгін бізде қонақта дәрігер, терапевт, невропатолог, невролог Динара Бекболатқызы. Қош келдіңіз. Сізбен сұхбат бастамас бұрын бізге бүгінгі түсірілім алаңын ұсынған Аланды медициналық орталығына алғыс айтқым келеді. Ал бүгінгі әңгіме, қымбатты достар, бәлкім сіздің де басыңызда дәл осы күні өтіп жатқан болар. Күйзеліс, депрессия. Одан шығудың жолы бар ма? Депрессияда жүрмін бе, жоқ па, қалай анықтаймыз? Дәрігерден сұрап білейік. Динара Бекболатқызы қазір көшеде, қоғамда, айналамызда адамдардың көбінің көңіл күйі болмайды, қауағын түйіп жүреді. Не болды десең, жай проблема ғой деп айтпайды. Жалпы адам депрессияға түскенін қайдан білуге болады? Белгілі бір тест бар ма, анализ тапсыруға бола ма, қандай дәрігерге барып тексерілсе болады? Депрессия деген сөз негізі латын тілінен аударған кезде көңіл күйдің болмауы деп мағына білдіреді. Депрессиямен біздің мынау дүние жүзі бойынша 55% адам ауырады екен. Бірақ 55% адамның 35% адамы олар дәрігерге бармайды, жүгінбейді. Ең бірінші депрессияда жүрген адамды тек қана өзінің туысқандары ғана біледі. Айналасында, жақындары. Жанында кім тұрады, солар ғана байқай бастайды. Бұның көңіл күйі жоқ, мазасы жоқ, аппетиті, жаңағы тәбеті жоқ, еш нәрсе істегісі келмейді. Бұрынғы қызықтырған хоббилары, өзіне ұнайтын заттары қазір оны қызықтырмайды. Далаға шыққысы келмейді, қол аяғы дірілдейді, көбінесе аурушаң болады. Ондай депрессияда жүрген адамның барлық жері соматикалық аурулардың бәрі қоза бастайды. Соматикалық ауру дегеніміз не? Соматикалық ауру дегеніміз ол артериялық қан қысымы көтеріле бастайды. Давление. Бас ауырады, давление, сахары жоғары болса, глюкоза қан көтеріліп, қант диабеті ауру пайда болуы мүмкін. Егер қант диабеті болатын болса, ол қант диабеті асқына бастайды, аяқ қолы қақсайды, іші ауыра бастайды, үлкен дәретке жиі барғысы келеді. Осындай көп аурулардың бәрі қоза бастайды. Бірақ олар дәрігерге осы аурулар жөнінде ғана барады. Мен депрессия болып жатырмын деп кем деген адам өзін ғана мойындайды. Соның ішінде 55% адам жер шары бойынша ауыратын болса, 35% ғана барады. 35%. Оның өзінде де шетелде шығар. Біздің Қазақстанда көбісі бара бермейді. Көңіл күйім болмай тұр ғой, не болыпты сонша? Проблема бәрінің басында бар, бәрінің басында сынақ бар. Ол любой проблема сынақ деп қабылдайды. Көбінесе біздің қазақтар, біз ислам дінінде болғаннан кейін барып, бізді дінмен басуға болады. Біз көп адам сол кезде дінді көп жаңағы қарастыра бастайды, намаз оқи бастайды, Құран кітаптарды оқи бастайды, сөйтіп өзін депрессияны шығара бастайды көбінесе. Кейбір адамдар қатты глубже кіріп кететін болса, олар шығамайды. Шығамағандықтан олардың туысқандары жүгіне бастайды, жаңағы айналасы жүгіне бастайды. Дәрігерге барып айтады, осы адам қазір депрессияда жүр, қалай көмектесуге болады? Онда да бір аз пайызы шығар, мысалы, отбасында келіні немесе ұлы тұйықталып, мінез болмай жүрсе, жұмыстан шаршап жүр ғой, жұмысы жүрмей жатыр ғой, бала шағасын бағып шаршап жүр ғой деген секілді әңгімелерді айтамыз. Иә, солай. Көбінесе солай адамдар өзінің проблемасын айтады. Кімнің басында болмайды проблема деп. Бір жағынан ол проблема 2-3 күннен артық адам ойламау қажет. 2-3 күннен кейін адамды өмір движение ғой. Өмір өзгеріп жатыр. Минут сайын, секунд сайын өзгеріп жатыр. Адам миы соншалықты информация көп қабылдай алмайды. Кей кезде адам миы информация көп қабылдағанында шаршай бастайды. Сондықтан адамдар тез көңілін басқа нәрсеге аудара білу керек. Кейбір адамдар көңіл аудара білмейді, сондықтан олар депрессия кіріп кетеді, тұңғиыққа кіріп кетеді. Біз керісінше проблема болса, соны үлкейтіп, тек қана соған бүкіл көңілімізді, назарымызды аударатын секілдіміз. Бірақ күресу үшін емес, уайымдап одан сайын ойлау үшін секілді, солай ма? Иә. Сізге пациенттер жалпы келеді ме? Менде депрессия, көңіл күйім жоқ, күйзеліс деп. Жоқ әлде сіз ауруларына қарап,
депрессияның немесе бет жүзіне, көзіне қарап анықтай аласыз ба? Маған пациенттер көбінесе невролог ретінде келген кезінде депрессия деп ешкім келмейді. Бәрі өздерінің ауруын айта бастайды. Ең басты симптоматика олар бас ауруымен келеді. Бас айналады, остеохондроз, мойным шаншып тұр, белімде омыртқамда грыжам бар еді, сол ауырып жатыр, болмаса седалищный нерв осындай мазалап жатыр, түнде ұйқысызбын деп. Енді кемде кем адам көбісі ұялады. Особенно біздің менталитет, қазақтар көбінесе ұялып, жасырып, сондайды бір ұят санайды. Мен бір жаңағы дәрігер емес, бір оның туысқан ретінде бір айтып баратындай біреуге, вот солай сезінеді. Ауруыңды жасырма деген бар ғой. Сенбейді. Ауруыңды жасырма дегендей, олар сенбейді біз дәрігерлерге. Көбінесе тұйықтанып келеді. Сол кезде біз ауруын ең бірінші мен диагнозын қойып аламын, неврологиялық қандай ауру шығып тұр, мысалы соматикалық ауру дедік қой жаңа, остеохондроз болса остеохондрозын қоямын да, сосын дәрігер, мен психологияны көп өзім оқимын, сондықтан оның психосоматикасын әр аурудың білгім келеді. Сондықтан одан сұрай бастаймын. Сіздің жұмысыңыз умственный жұмыс па, жоқ физический жұмыс па? Немен байланысты? Соңғы уақытта не мазалады деп үйленгенсіз бе, жоқ па, бәрін сұрайсыз. Бәрін сұрай бастаймын. Семьялық жағдайыңыз қандай қазіргі деп. Содан кейін ол адам өзі шешіле бастайды. Жаймен шешіледі да айта бастайды. Иә, мен жақын арада осындай бір үлкен күйзеліс болды. Содан кейін барып осы остеохондроз пайда болды. Содан кейін барып панкреатит дейді жаңа, ұйқы безі воспаление пайда бола бастады деп айтады маған. Сол кезде мен айтамын, жоқ, тоқтаңыз. Ең бірінші сізде психикалық жаңағы нарушение болған сізде. Ең бірінші сізде психологиялық көмек керек болған. Сол психологиялық көмек болмағандықтан сізде мына соматикалық ауруыңыз асқынып, осы ауруға жетті деп түсіндірген кезінде адам өзі түсіне бастайды. Иә, солай болды деп мойындап адамдар солай. Біз мысалы аналар, ата-аналар тіпті кез келген кішкентай баланың көзіне қарап, оның көңіл-күйі бар ма, ауырып тұр ма, денесі температурасы бар ма, бір жер мазалап тұр ма, баланың көзінен қарап бірден білеміз. Олар алдай алмайды. Қуанып тұрса көзінен қуаныштың нұры шашылады, ал ауырып тұрса көзі кәдімгі кіртиіп, көңіл-күй болмай тұрады. Жалпы ересек адамнан сіз дәрігер ретінде оның бойында күйзеліс, депрессия бар ма, жоқ па, көзіне қарап анықтауға бола ма? Иә, болады. Біз дәрігерлерді университетте оқытқан кезінде бұрын профессорларымыз айтатын, пациент есіктен ашып кірген кезінде бірнеше диагноз қойып тастауға болады. Бір пациенттің өзіне бірнеше диагноз. Егер де артық салмақ болатын болса, жаңағы қант диабетіне риск бар, болмаса жаңағы суставной ауруы бар деп. Ал депрессиямен ауыратын адамды бірден танып білуге болады. Ондай адамдар бірден салмақ тастайды, жүдеу көрінеді. Өз сырт келбеттеріне ешқандай көңіл бөлмейді. Шаштарында тарамауы да мүмкін. Түрлеріне қарамай кетеді. Жумбайды кетеді. Киімдеріне қалай болса солай киіне бастайды адамдар. Бір киімді кие береді. Бір киімді киеді. Еш нәрсеге қызықпайды. Адамның түрі жүдеу көрінеді. Көзінде оты болмайды былай қарағанда. Ешқандай көз жанары бір жанып тұрмайды адамда. Сондықтан ол адамға қарап, депрессияда да жүр деп айта аламыз. Динара Бекболатқызы, жаңа ғана айттыңыз, салмақ тастайды деп, ал керісінше толып кететін, салмақ жейтін, тамақ жей беретін депрессияның кесірінен ондай жағдайлар болуы мүмкін бе? Әрине болуы мүмкін, өйткені бұл психосоматика дедік қой. Адам күнде бір проблеманы миынан өткізіп ойлай береді. Басқа нәрсені ойламайды өмірде. Өмірде қаншама қызық нәрселер бар. Қазір модно шықты ғой психологияда. Жить здесь и сейчас дейді. Қазір және бүгін өмір сүру керек. Мысалға, ол артқы өмір жоқ. Бұрынғы өмір болды, бітті, оны ұмытып кету керек. Және келешек өмірді біз білмейміз қандай болатынын. Қазіргі өмір, дәл қазір өмір. Көп адамдар соны бағаламайды ғой. Қазір өмірді, мысалға біз қазір сізбен әдемі сұхбат жасап жатырмыз. Оның өзі көңіл күй керемет, мысалға. Барлық адамда қазіргі өмір болып жатыр. Бірақ оны адамдар бағаламайды. Бір проблеманы, ойындағы өтіп кеткен проблеманы болмаса біреуге ашуғыза, ренішті ойлайды да, солмен өмір сүреді. Ол адамды тірі адам деп айтуға болмайды. Тірі адам деген сөз негізі. Былай қарағанда биологиялық тірі адам деген, иә, оның жүрек қағысы бар, адам тұрып жүрген, ол тірі адам. Ал және де психологиялық тұрғыда тірі адам деген сөз, ол қазіргі моментпен, бүгін, сәтпен өмір сүріп жатқан адам, ол тірі адам болып саналады. Ал қазіргі адамдардың көбісі тірі емес, бір проблеманы ойлайды да, соған жүреді. Күнделікті өмір ғой, таң атады, кеш батады, тамақ істейді, үй жинайды, бала шағасына қарайды.
барлығы әдеттегідей күнде бір өмір қайталанып жатқан секілді болады. Сіз де енді әлеуметтік желіде көп отырасыз ғой. Бір түрлі бір сарын өмірден шаршадым, немесе ата-енеммен тұрудан шаршадым деген дүниелерді комментарийдан немесе келіндердің арасында проблеманы жиі оқимыз, көреміз. Бұл да депрессияға келуі мүмкін бе? Әрине депрессияға алып келеді. Адам біреуден бір нәрсе күткен кезінде ол 100% депрессияға алып келеді. Не күткен кезде мысалы? Мысалға адам қалай айтсақ, әр адам өзін сатады дейді, ол продает дейді. Мысалға, ол сатады дегенде ол жақсымаған адам. Мысалға, адам жақсы көрінгісі келеді, бір жұмыста бір жақсы жұмыс жасағысы келеді, сөйтіп біреудің көңіл күйін алдағысы келеді. Мақтау естігісі келеді. Мақтау естігісі келеді. Барлық адамда дүние жүзі бойынша сондай болып жатыр. Негізі оған осознанность дейді. Адамның жаңағы түп санасы өте терең дамыған болатын болса, ол адам басқа адамдармен жаңағы коммуникациясын жақсарта бастайды. Бірақ адамдар қазір күте бастайды. Мысалға, мен мына адаммен жақсы аралассам, ол маған менің ойлаған нәрсемді беру керек. Мен енеме жақсы бір тамақ пісіріп берсем, ол мені мақтау керек. Мен жолдасыма киімін дайындап берсем, ол маған осындай бір әшекей алып беру керек деп адам үміттенеді. Барлық адамда бар. Ер адамда да, әйел адамда да. Бірақ ол нәрсе болмай қалатын болса, егер де үміттенген нәрсесі, қалай ол болады? Егер де менің ойымдағы нәрсені басқа адам оқи алмайды ғой. Экстрасенсорлық ол адамда ешқандай бір қасиеті жоқ қой. Мысалға, былай қараған кезде осознанно айту керек па сонда? Ол адам не бетіне айту керек. Мен осылай жасап жатырмын, сен маған беру керексің. Мысалы, адам депрессияға түсті, көңіл күйі жоқ, отбасында қарым-қатынасы дұрыс емес, жұмысы ұнамайды, балалары шүйкесіне тиеді, мысалы аналардың. Балаларын айғайлайды, күні бойы ұрсады. Осылай өмір жалғасып жатыр. Емі бар ма? Не істеу керек адам? Емі бар. Оның степеніне байланысты. Легкий депрессия болады, средний уровеньде депрессия және де ауыр депрессия болады. Легкий депрессияны шығару үшін ең бірінші адамның ұйқысын дұрыстау керек. Ұйқы режимін. Депрессиямен ауыратын адамдардың көбісі ұйықтамайды. 90% түнге дейін жүреді. Түнде ұйқысы ауысып кетеді, биологиялық сағат ауыса бастайды. Сондықтан адам ұйықтамай жүр ма, бір күн ұйықтамау керек, бір тәулік. Ертесі күнгі тәулікте ұйықтар алдында өзінің 5-6 сағат бұрын ұйықтап, және де өзінің сағатынан 5-6 сағат ерте ұйықтайтын болса, қинап ауыстыру керек. Сөйтетін болса, адамның ұйқысы өз орнына келе бастайды. Бұл легкий депрессияда. Екінші нәрсе, жаңа күн сәулесі деп айтамыз. Күн сәулесі өте керемет антидепрессант. Күннің көп түсетін аймақтарындағы адамдардың бәрі көңілді, бразилиялықтар билеп, судың жағасында неше түрлі карнавалдар жасап, күліп жүреді. Біздің Астананың кісілері расымен де кішкене суықтау сияқты. Ол да көңілге әсер етеді. Енді бізде мегаполистің адамдардың суықтары 2-3 нәрсеге байланысты. Ең бірінші күн сәулесіне байланысты. Оңтүстік пен солтүстік Қазақстанның арасында сондай бар, күнге байланысты. Екіншіден ритм жизни дейді. Мегаполис болғаннан кейін барып, адам бұл жерде уақыт өте қымбатты. Дефицит. Бұл жерде адам бәріне үлгеру керек, бір мезетте 2-3 нәрсе жасау керек. Сондықтан депрессияға көп түсе бастайды. Ал мысалға ауылдық жерлерге, шалғайларға барсаңыз, адамдарда уақыт көп. Ал мегаполисте уақыт аз. Ол екінші мәселе. Үшінші мәселе, үлкен қалаларда адамдар жалғыз сезіне бастайды. Көбісі жалғыздық көп. Өйткені өзінің туысқандарынан жырақта, басқа қалаға кетіп, жұмыс жасап, жаңағы қызметін жайғастырып жатыр. Оның туысқандары, бүкіл бауырлары қасында болмағандықтан адам ол да депрессияға түседі. Сондықтан 2-3 себеп бар бұндай мегаполистерде. Жеңіл дәрежесінде ұйқыны реттеу керек дедік. Ал орташа дәрежесінде депрессиясы? Орташа дәрежесінде невропатолог дәрігерге бару керек. Невропатолог дәрігер бір өзі ғана емдемейді. Бұл жерде психолог дәрігер. Егер де ауыр жағдайда болатын болса, уже неврозға кететін болса, онда психотерапевт дәрігер қосыла бастайды. Невроздың белгілері қандай? Невроздың белгісі адам ешкімді көргісі келмейді. Адам бәрінен қаша бастайды, телефондарын сөндіріп, бір бөлмеге кіріп, барлық нәрсеге айқайлап, ашушаң болып, ұйықтамайды, түн күн демей. Жаңағы есі ауса бастайды неврозда көбінесе. Және де ол адамда ауырмайтын жер болмайды, сау жер болмайды. Барлық жер ауыра бастайды. Сондықтан ол өте ауыр жағдай. Және ол невроздар мүлде мойындамайды, өзі невроз екенін мойындамайды. Оны психотерапевттер мәжбүрлі түрде психосеанстарды өткізіп, солар ғана емдей алады. Ол кезде психотерапевтке
ауруханаға жатпай амбулаторлы емдеуге де болады, ол сеанстармен. Көбінесе ондай жағдайда жақын адамдары ғана көмектесе алады. Көбінесе үйде поддержка болу керек, қолдау болу керек. Дәрілік препараттар емделеді ме? Дәрілік препараттармен? Неврологиялық және психотерапиялық жағдайда антидепрессанттар ең бірінші көмек көрсетіледі. Олардың түрлері өте көп бізде. Антидепрессанттарды мысалы бізді қазір көріп отырған көрермендер, менде депрессия бар екен ғой, мына белгілердің бәрі бар деп жүгіріп барып дәріханадан алу мүмкін бе? Жалпы сатыла ма? Жоқ, ондай дәрілер ешқандай сатылмайды. Олар тек қана дәрігердің рұқсатымен сатылады. Және де олардың түрлері көп деп айтып өттім ғой жаңа. Сондықтан әр адамға өзі индивидуально подбор жасалады. Салмағына қарай да? Салмағына, психологиялық жағдайына, және де оның қандай қосымша аурулары бар. Мысалға, ол возбуждающий болады жаңағы адамдар, кейбіреулерде наоборот төмен болады. Ешкіммен сөйлеспейді, спокойно отыра береді. Кейбір адамдар наоборот айқайлап, бәрімен ұрсыз деп, барлық адамға жаңағы мінін таққысы келеді, кінә таққысы келеді. Оның мінезі сондай дейміз біз көбінесе, бірақ дәрігерге бару керектігін айта алмаймыз. Иә. Сондықтан көп адамдар ең бірінші психологқа барған дұрыс. Психолог көбінесе өздері, негізі психолог пен психотерапевтің айырмашылығы бар. Психолог деген ол дені сау психикамен жұмыс жасай бастайды. Ал психотерапевт деген ауытқуы бар психикамен жұмыс жасайды. Психологтар ең бірінші приемда олар білу керек, бұл дені сау психика ма, жай ғана 5-6 күн көңіл күйісі болмай жүр, ол кезде өздері шығару мүмкін психологтар мысалға. Ал егер де шығара алмайтын болса, ол состояниядан олар невропатолог және психотерапевт маманына міндетті түрде жолдама беру керек. Қазір менің білуімше, жалпы емханаларда психолог, психотерапевт деген кабинеттерді көрем. Бар, иә? Тегін қарауға болады ма? Тегін қарауға болады. Бұл мемлекетте жаңағы ОСМС деп айтамыз ғой. Мемлекеттік сақтандыру бойынша барлық Қазақстан азаматына тегін медициналық көмек алуға мүмкіндігі бар. Сондықтан өзінің ең бірінші учаскелік дәрігеріне барып айтады, осындай менде ауру мазалап жүр. Ары қарай учаскелік терапевт, ВОП дәрігері психологқа, психотерапевтке жолдайды. Көбінесе жаңағы адамдар өздерін айттық қой, мойындамайды деп. Және де қазір психология, трансформациялық ойындар, эзотерика, психология өте дамып кетті. 2020 жыл мен 2022 жылдың арасында карантиннен кейін. Иә, карантиннен кейін. Негізі ковид өте адамның психикасына ауытқитын сондай бір ауру алып келді. Ковидтің осложнениясы да өте көп болды. Содан кейін адамдарға жаңа карантиннің өзі психологиялық түрде шектеу қойды адамдарға. Жасайтын жұмыстардың бәрі, пландардың бәрі кетті, қаншама адамдардың жасайтын жұмыстары тоқтап қалды, ауырды, туған туысқандары қайтыс бола бастады. Оның бәрі депрессияға алып келді. Және ковидтің өзі адамның нейрондарына әсер ете бастады. Ол дегеніміз адамдардың көбісінде памяти болмай қалды. Көп адамдар келді мысалға невропатолог ретінде. Памятім жоқ, көңіл күйін түсіп кетеді көбінесе. Айтайын деп тұрған сөзімді ұмытып қалдым деп келді. Сондықтан сол жаңағы психологиялық кабинеттер көбейе бастады. Және де ВОЗ дейді, жаңағы Всемирная организация здравоохранения бойынша, дүниежүзілік сақтау бойынша 2020 жылы дүниежүзі бойынша 75% адам психологиялық депрессияға шалдығады деген оларда болжам бар. Қанша дедіңіз? 75%, дүниежүзінің 75%. 7 миллиардтың 75%. Сонда балалар ғана шалдықпайтын болды, ересектердің бәрінде. Және де олардың, мен жақында бір депрессия деген бір кітап оқыдым. Сол жерде жазып жатыр. Ең бірінші бізде қазір жүрек қан тамыр аурулары бірінші шығып жатыр ғой. Және де онкологиялық аурулар деп жатырмыз. Ал психологтардың тұрғысы бойынша олардан да психологиялық депрессия бірінші шығады деген болжам бар. Сондықтан мынау өмірдің ағымына байланысты, мына цивилизацияға байланысты солай. Жақсы. Енді депрессияның біздің елімізде, қоғамда тағы бір кең таралған түрі босанудан кейінгі депрессия. Ол бүкіл ананың бойында болуы мүмкін бе? Жоқ. Белгілі бір жаңа жүйке жүйесі жұқарған немесе көп балалы аналарда ғана кездеседі ме?
Депрессия бойынша негізі айтып өтетін болсақ, әйелдер көп шалдығады. Жалпы дүние жүзі бойынша осы өмір сатысында 25%-ға жоғары әйелдер депрессиямен ауырады екен да, ер азаматтар депрессиямен 8-12% ауырады екен. Ер адамдардың өйткені хобби бар, олар бильярдқа барады, достарымен сыра ішеді дегендей. Жалпы сыра демекші, кейбір мысалы құрбылар, әйелдер болсын, қыз-келіншектер болсын, көңіл күй болмаса, кішкене шарап ішіп ал, көңіл өзіңді бір денеңді боста, ән айт деген сияқты жаңағы кеңестерін беріп жатыр. Жалпы алкоголь депрессиядан құтқара ма? Жалпы депрессия кезінде көп адамдар жаңағы айналасының бәрі совет бере бастайды. Кофе іш, ішімдікке құмар бол, болмаса бір тойға барып қайт, билеп, осындай нелерді. Бірақ олардың бәрі уақытша, бір сәттік. 1-2 сағатқа. 3 сағатқа, 4 сағатқа әсер етеді. Әр адам есін сақтап болса болады негізі. Ешкімге депрессия кезінде тек қана әр адам өзін ғана шыға алады. Басқа адам көмектесе алмайды. Әр адам өзі мықты болу керек. Мықтылық дегеніміз ол адам өзінен іздей бастау керек. Не үшін мен депрессияға түстім ең бірінші сәтте? Бір адамға менің өміріме ұнамайтын нәрселер мүмкін тізіп жазып шығу керек шығар. Тізіп жазып шығу керек. Мысалға, әр ситуацияны сыртынан қарау керек. Как третье лицо дейді, үшінші адам ретінде қарау керек. Мысалға, біз проблемаға кіріп кетеміз. Сол проблеманың ішінде жүреміз. Депрессиядан ең бірінші шығу жолы, ол проблемадан шығу керек. Өзін үшінші адам ретінде санау керек. Екі адамның ішіндегі болып жатқан проблемаға қарау керек. Қалай болып жатыр ол жағдай, қалай өрбіп жатыр. Мүмкін менің де дұрыс емес бір қылықтарым бар шығар. Мүмкін мен ол адамға үлкен жауапкершілік артқан шығарым, үлкен сенім артқан шығарым, және күткен шығарым, үмітім көп болған шығар. Оны да адам мойындай білу керек. Адам мойындамайтын болса, ол депрессия ушыға береді. Ол күнде ішімдік ішсе де, болмаса күнде қонаққа барса да, ол қонақтан келгеннен кейін, ішімдік тарқап кеткеннен кейін, қайтып депрессияға түсіп кетеді. Сондықтан бұл кезде көп адамға жаңағы дін көмектесе бастайды. Жалпы агрессивті адамдар кеңестер беріп жатады. Боксқа немесе спорттың бір бүкіл эмоцияңды шығаратын түріне қатысуға кеңес беріп жатады. Бұл көмектеседі ме? Ол да уақытша ма әлде? Адамда жаңағы айттық қой, бірінші күн сәулесі, екінші физикалық қозғалысты, белсенділікті көбейту керек. Ол әрине, ол бокс көмектеседі. Барлық спорт түрлері адамға қайсы психологиясынан жақын. Мысалға, силовой деп айтады жаңағы, болмаса жүзу, бассейн, йогаға барса да болады. Барлық спорт түрлері депрессиядан шығудың бірден бір амалы негізі. Екінші мәселе, адам демала білу керек. Мүмкін адам жұмыста көп шаршайды, еңбек демалысына шықпайды. Сондықтан бір жылда адам еңбек демалысына кемінде 1-2 рет адам демалу керек. Үшінші мәселеде, адам көп араласқаннан да депрессияға түсе бастайды. Өйткені айналасындағы адамдардан шаршайды. Адамның өзі, басқа өзге адамдардың өзі стресстік алып келеді, проблемаға алып келеді. Көп араласа бастағаннан адам энергиясын көп жоғалта бастайды. Шаршап қалдым деп айтады. Сондықтан немесе тойға барған кезде энергиямды сорып алды. Білмеймін, қасымда осы біреу отырып еді, энергиямды сорып алды дейміз. Әлбетте біз біреуден көреміз, иә? Біреуден көреміз. Сол мойындамаймыз ғой біз өзіміздегі бар қателікті. Сондықтан адам өзін бірінші біліп тану керек. Мен қандай адаммын? Не үшін депрессияға түстім? Мүмкін ол адамға көп үміт артып қойдым ба? Біріншіден. Және де адамдардан егер де депрессия болса, көбінесе демалу керек. Адам ұйықтау керек. Динара Бекболатқызы, тағы да бір сұрақ қояйыншы. Жалпы ерлі-зайыптылардың арасында егер де қарым-қатынас дұрыс болмаса, әйелі міндетті түрде депрессияға түседі, күйзеліске түседі. Жалпы ер мен әйелдің арасындағы отбасылық жұпта егер жыныстық қатынас дұрыс болмаса, уақытылы болмаса, бұл да күйзеліске әкелуі мүмкін бе? Денсаулыққа қалай әсер етеді? Ол жыныстық қатынас болмайтын болса, әйел адамда да, ер адамда да гормоналды өзгерістер пайда болады. Медицина саласын айтатын болсам. Гормоналды өзгерістер, ол жерде жаңағы қалқанша безінің өзгерісі бола бастайды. Жаңағы жыныстық мүшенің гормондары өзгере бастайды. Сол гормондардың арқасында ұрыс болады. Ол адам өз ашуланам демейді, ол гормондар
адамға диктовать етеді, көңіл күйіне басым әсер алады, етеді. көңіл күйіне әсер етеді. Сондықтан ол жағдайларда өзінің жолдасымен бірге отырып сөйлесіп, ақылдасып шешкен дұрыс деп айтамын, деп ойлаймын. Демек, жыныстық қатынастан қашпау керек, иә, әйелдерде, ер адамдарда уақытылы. Иә. Бұл да денсаулыққа әсер етеді. Әсер етеді, әрине әсер етеді. Депрессиядан шығара ма, жоқ па? Депрессиядан шығара алады деп айта алмаймын көбінесе. Ол да бір сәттік ләззат. Көңіл күйдің жақсы болуына әсер ететін бір жаңағы позициясы деп айтсақ болады. Ал жалпы депрессияға түспеу үшін адам баласы өзіне жақсы установка беру керек. Установка деген сөз, ол адамда тұрдың ба, мен бақыттымын, менің денім сау деп қияли әңгіме деп ойлауы мүмкін, бірақ ол әсер етеді, иә, ол әсер етеді. Өйткені подсознание деген болады ғой. Ол бізге айта бастайды, ана жерде сенде проблема, қандай сенде жақсы өмір, мына жерде жетіспеушілік, жұмыстан шығып кеттің, там біреумен ұрысып қалдың сен деп айтады көбінесе. Жоқ, оның бәрі қате ұғым, адам өзіне айту керек. Жоқ, оның проблема қатып қалған нәрсе жоқ қой, шектеу жоқ қой өмірде. Оман өмір біткен жоқ қой. Сондықтан бұл болмаса басқа нәрсе болады деп адам жақсы нәрсеге ұмтылатын болса, жақсылық болады адамда. Сонымен менің түсінгенім, депрессияның белгілерін байқасақ, ұзақ уақыт көңіл күй болмаса, сіздің үйіңіздегі балаларыңыз, жолдасыңыз, ата-енеңіз сіздің жүйкеңізге тиіп жұқара бастаса, жүйкеңіз, жұмысыңыз ұнамаса, ешқандай хобби болмаса, тойға, қонақтыққа, достарыңызбен кездескенде олар да сіздің жүйкеңізге тиетін болса, бұл нағыз депрессияның белгілері деген сөз, иә. Сондықтан ұялмаймыз, невролог, психолог, тіпті керек болса психиатр, дәрігерге көрінеміз. Өмір бір-ақ рет беріледі, күнделікті бір-біріне қайталанатын, тек қана негатив сыйлайтын өмірден шаршасаңыз, әрине өз қолыңызға алып, оны жарқын жаққа ауыстыруға мүмкіндік мол. Қазір ақпарат көп, дәрігерлер көмектесуге дайын, тегін психолог, психиатр бәрі отыр, неврологтар. Динара Бекболатқызы, сізге алғыс айтамыз. Депрессияға түспейік, өмірдің тек қана күліп жүрейік. Иә, жақсы бояуларын ғана көрейік. Ал бізге бүгінгі түсірілімді ұйымдастыруға атсалысқан Аланда медициналық орталығына алғысымыз шексіз. Келесі сұхбаттарда асыға күтіңіздер. Денсаулық каналына жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, жақындарыңызға таратыңыз. Әсіресе кімде депрессияның белгілері бар, міндетті түрде жіберіңіз. Сау болыңыздар.